Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Темирхан Медетбек «Тәуелсізбін» өлеңі, екінші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы өлеңді жан-жағынан талдау, яғни идеялық тұрғысынан және көркемдік құндылығы тұрғысынан талдауымыз қажет. Өлең барлығыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, төртінші тапсырманы орындайық. Ол үшін бізге алдыңғы сабақтағыдай көркемдік құралдарға талдауымыз қажет, яғни көріктеу құралдарына. Өлеңнен үзінді келтіреміз міндетті түрде. Мысалы, аллитерация, дауыссыз дыбыстардың қайталануын алғашқы шумақтардан ақ байқауға болады. Мысалға, екінші шумақты қарасаңдар, қарсы қарап қаталынау заманға айналдық біз қайтпас қайсар қамалға дейді. Осы екі ақ жолдың ішінде қ дыбысынан бастап тұрған қанша сөз бар, санап көріңіздерші. Қарсы қарап, қатал, қайтпас, қайсар, қамал. 6 сөзді осы екі ақ жол, екі тармақ өлеңнің ішінде 6 сөз қ дыбысынан басталып тұр. Керемет дыбыстық үйлесім, дыбыстардың керемет үндесуінен сондай бір ерекше ырғақ беріп тұр. Бұл аллитерация. Жазып алсаңыздар болады. Енді ассонансқа. Ассонансқа бір мысал. Ассонансқа бір мысал. 162 бет, сіздердің оқулықтарыңызда 154 бетте бар. Қай жерде мен тайқып ем, сынап тағы бағымды, ойымды мен айтып ем, отқа салды жанымды. Осы жерде, осы өлең жолдарында екі өлең жолы қатарынан о деген дауысты дыбыстан басталып тұр, яғни ассонанс болады. Одан кейін бұл өлеңде анафора мен эпифра өте көп, байқаған боларсыздар. Тәуелсізбін деген сөздің өзі неше рет қайталанып тұр екен, санап көріңіздерші. Тәуелсізбін деп өлеңнің өзі басталып тұр, сонда бірдей өлең жолдарымен басталуы не деп атаушы? Дұрыс айтасыздар, анафора деп атайды. Бірдей өлең жолдарының өлең басында қайталанып келуі анафора, белгілі бір сөздер. Тәуелсізбін, тәуелсізбін, қаншама шумақ басталып тұр. Және эпифраға мысал, тәуелсіз деген сөздің өзі эпифра болады. Осы жерде мысалға, жаным менің, қаным менің тәуелсіз, арым менің, жарым менің тәуелсіз. Өлең жолдарының соңында қайталанып келуі бұл эпифра деп аталады. Немесе мына келесі шумақта ешкім енді деп қайталанып тұр. Бұл сіздердің кітаптарыңызда анафора түрінде кездеседі екен. Және де бұл өлеңде риторикалық сұрақ көп, эпитет бар, метафора бар. Оны өздеріңіз ары қарай талдай жатарсыздар. Біз келесі тапсырмаға, 5-ші тапсырмаға өтейік. Өлеңнің негізгі идеясы мен тақырыбын сипаттама беріп, өз талдауларыңызды дәптерлеріңізге жазыңыздар дейді. Бұл өлеңнің тақырыбы мен идеясын қалай анықтаймыз? Өлең не туралы? Әрине, тәуелсіздік туралы, тақырыбы деп тәуелсіздік деп алсаңыздар болады. Ал өлеңнің идеясы не? Автордың айтпақ ойы не? Автор бізге нені үйретіп тұр? Нені түсіндіріп тұр? Нені білу керек деп айтады бізге? Нені жасау керек дейді? Соны идеясы етіп аласыздар. Одан кейінгі 6-шы тапсырма, диалогтық тапсырма. Осылай орындасаңыздар да болады. Яғни лирикалық мені дейді, яғни автордың өзінің көзқарасы осы тақырыпқа байланысты. Мысалы, тәуелсіздік туралы әртүрлі пікір айтуға болады. Мысалы, 6-шы сыныпта прописка әңгімесін өттік, осы тікелей тәуелсіздікке қатысты. Ал осы өлеңде автор тәуелсіздікті қалай түсініп тұр, қалай жеткізіп тұр, соны қатыстырсаңыздар болады. Келесі 7-ші тапсырма сіздерге тәуелсіздік және егемен сөздерінің дыбыстық талдау жасап, аталған ұғымға анықтама беріңіздер дейді. Бұл жерде дыбыстық талдаудың бізге мүлдем қажеті жоқ, өйткені дыбыстық талдау дегеніміз ол қазақ тілінің тапсырмасы. Ал осы сабақта тәуелсіздік және егемен сөздерін мағынасын ашып көрейік, сөздіктерден қарайық, интернеттен, Википедиядан, түрлі сайттарда қандай мәлімет береді, соларды салыстырып көрейік. Тәуелсіздік және егемен сөздер бір-біріне синоним болып келеді, бірақ өздерінің мағыналық реңктері бар, мағыналық айырмашылықтары бар. Мысалы, тәуелсіздік дегеніміз түбірінен ажыратып қарайтын болсақ, ешкімге тәуелді болмау дегенді білдіреді.
Ал егемен деген сөздің мағынасы қандай? Соны ашып көріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.